Ал саяси қуғын сүргіннің бейкүнә құрбандарының есімдері ешқашан ұмытылмайды. Жылдағы дәстүрге сай жамбылдық жұртшылық жазықсыз жазаланған жандардың рухына тағзым етіп, монументке гүл шоқтарын қойды. Ескерткіш басына жиналған аға буын өкілдері, зиялы қауым мен жастар қасіретті жылдарда қаза болғандар мен зауалды кезеңді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Ел тарихының ең қайғылы беттерінің бірі жаппай саяси қуғын сүргін және миллиондаған адамның ажал құшуына әкеп соққан ашаршылық. 1920-1950 жылдар аралығында Кеңестер одағында талай тұлға репрессияға ұшырап, солақай саясаттың құрбаны болды. Қилы кезеңде халқымыз Қазақстан жеріне қоныс аударған этнос өкілдерін бауырына басты, қол ұшын созды. Талай ел қырылып кетті, талай еліміз шет мемлекеттерге кетіп қалды. Сол қиыншылық біздің есімізде қалған. Соны ұмытпау үшін осы памятник қойылған. Ол репрессия өте қиын не болған. Ол ешқашан ұмытылмайтын нәрсе. Соны біз есте сақтап қалуымыз мүмкін. Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрған сол бір нәубет жылдар ел жадынан өшпек емес. Сталиндік саясаттың салқыны қазақстандықтарды да айналып өткен жоқ. Әр ұлттың оқыған көз ашық зиялылары жапа шекті, халық жау атанып атылды. Қазақ ұлтының жартысына жуығының жойылып кеткені де нақ осы тұста. Ғалымдардың пайымдауынша сол бір қасіретті бастан кешірмегенде қазақтардың саны бүгінде 60 миллионнан асып жығылады екен. 39 жылдың басында қазақтардың саны 2.195 болды. Сонда қазіргі уақыттардағы белгілі болып жатқан мәлімет 2,5-3 миллион деген ол қырғындардың тек шеті ғана деп есептелінеді. Еліміз өркендеп өскенде бүгінгі күнде 60 миллионға жуық халық болар еді. Бұл шындап келетін болса қуатты мемлекет. Енді қазіргі уақыттарда президенттің ұстаған саясаты, қоғамның бағыты, елдің бірлігі, келешекте осы кемшіліктердің орнын толтырып қана қоймай, алдағы уақытта жол бермеу жағын қарастыруымыз керек. Бұл қастерлі күндерді біз әсіресе халқымыздың сонша жастардың ойына сіңіре бергеніміз дұрыс. Есте сақтау, ол тарихты сыйлау деген мағына. Өткенсіз бүгін жоқ. Халыққа жасалған қиянатты өскелең ұрпақ білуі тиіс. Біле отырып, бүгінге тәубе деу керек. Сол үшін де елімізде саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні жарияланды. 27 жылдан бері атаусыз қалмайды бұл күн. Тарихшылардың зерттеулеріне сүйенсек, Қазақстанда 118 мың адам қуғын сүргінге ұшырап, 25 мың адам ату жазасына кесілген. Айгүл Тілеуханқызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.